9 мамыр жеңіс күніне орай ұйымдастырылған еске алу шарасында Майдан даласында ерлік көрсеткен батырлардың рухына тағзым жасалды. Іс-шара барысында қатысушылар Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлерді 1 минут үнсіздікпен еске алып, ескерткіштерге гүл шоқтарын қойды. Сондай-ақ ардагерлердің ел үшін жасаған жанқиярлық ерлігі туралы тағылымды сөздер айтылды. Сіздерді бүгін ұлы жеңістің 81 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Біз Семей сынақ полигонының ардагерлеріміз. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шара жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бүгінгі естелік ертеңге тарих дейді. Кезінде ата-бабамыз найзаның ұшымен, білектің күшімен осындай ұлан ғасыр байтақ жерімізде бізге аманат етіп қалдырған. Біздің буын Совет одағы кезінде өзімізге тапсырылған әскери ант бойынша еліміздің және ұлан байтақ жеріміздің әр жерінде, әр салада өзімізге жүктелген міндетті абыроймен атқарып өттік. Мына кейінгі жас ұрпаққа ата-бабаларымыздың өсиеті, біздің аманатымызды ары қарай ойдағыдай атқарып өтсе деген тілектеміз. Еліміз аман, тыныш заман болсын. Это только папина и мамина семья. Если бы я поместила сюда всех родственников, то такой плакат надо было нести бы 10 людям. Вот это мой отец, это его братья все, это мамины братья. А у 2 старших отцовых братьев воевали уже их сыновья. Из этих людей вот эти 3 погибли на фронте. 5 вернулись с фронта. Так что у нас нет семьи такой, где не памятен был свой герой. И в каждой семье, ну, если не столько, то, по крайней мере, несколько человек всегда есть фронтовиков. Спасибо нашим отцам, нашим дедам. Нет войне, вечная слава героям и миру мир. Детям я скажу, берегите память своих дедов, узнавайте, пока есть у кого спросить, пока есть живые, может быть, ваши деды, бабушки, у которых их отцы воевали. Узнавайте, помните, несите эту память и берегите мир, чтобы, не дай бог, не было войны. Миру мир. Мерекелік жиында жастарға патриоттық тәрбие беру мәселесіне ерекше назар аударылды. Қатысушылар бейбіт өмірдің қадірін түсініп, ел тыныштығы мен тәуелсіздіктің оңай келмегенін атап өтті. Сонымен қатар соғыс жылдарындағы тарихи оқиғалар кеңінен насихатталып, жас буынға батырлардың ерлігі үлгі ретінде көрсетілді. Қазақстан Республикасының ұлық соғыс ардагерлері бар жоғы Қазақстан бойынша 83 адам қалған. Қалғандары қайтыс болып кетті. Көпшілігі сол күнге жетіп келді, қалғандары жете алмады. Не дейміз? Еліміз тыныш болсын, аман болсын. Келешекте балаларымыз соғыс көрмесін. Біздің аталарымыз көрген соғысны біздің балаларымыз көрмесін. Отанымыз тыныш, халқымыз тыныш болсын. Жақсылықта жолыға берейік. Өзіміз ауғансындырып көрдік. Война деген ол ең қиын нәрсе бұл. Ол действительно ана жерде қанша балдар 89-да барып осылай көрдік, қанша болса основной бізде қазақтар болды ояқта. Қанша ранение алды, қанша қолсыз қалды. Солар қайтыс болғандар қазір бізде азайып қалды уже. Чемкенттің өзінде 700-ақ қалдық қазірде, Чемкенттің өзінде. Облыс санамасақ. Соның үшін біз қазір стараемыз, сол өкіметке рахмет, сонша демалыс беріп жатыр, сонша ақшалай көмек беріп жатыр. Әкімдерге де рахмет, осы поддержка беріп, осы ауған соғысының ардагерлеріне соны үлкен рахметім, алғысым айтамын. Тағылымы мол шараның негізгі мақсаты тарихты ұмытпай майдангерлерге құрмет көрсету және ұрпақ санасында отансүйгіштік рухты қалыптастыру. Ұлы жеңістің маңызын дәріптеген мұндай іс-шаралар ел бірлігін нығайтып, ерлікке тағзым етудің айқын көрінісіне айналуда. Енді бізде мен мысалы Тұран ауданының орталық ардагерлер кеңесінің орталық бөлімшесінің төрағасымын. Біз жаңағы осы жастарға елді қорғау жөнінде колледждерде, университеттерге барып, жаңағы патриоттық кездесеміз. Жастарға отан қорғау енді мынау біздің Қазақстанымыз әлемде 9-шы орын алады. Оны білесіздер. Алтай мен Атыраудың ортасын алып атқан мемлекет. Сондықтан мынау жастарымыз бәрін әрқашанда осындай елді қорғауға шақырып, осындай бірлікте, тірлікте болайық. Біз қорғамасақ елді басқа кім көреді? Егемендік алғанымызға міне Аллаға шүкір 34-35 жыл болып отыр ғой. Сондықтан бұл егемендік алғанның негізі жүгі ауыр негізі түсінген адамға. Сондықтан біз жастарды тек қана патриоттық, елді сүйушілікке, қазір жастардың көбісі білесіз ғой, шетелге барғысы келеді, армиядан қашақтап жатыр.
сондықтан ары жүрген жерімізде біз міне ағаларымыз бәріміз отан қорғаушыларымыз, қорғағанбыз кезінде енді жас ұрпақтарға отанды қорғаңдар, қорықпаңдар, армиядан қашпаңдар деген насихат айтамын.